Сізді WhatsApp-тағы жабық топқа қосты ма? Немесе шай ішіп, дін туралы сырласамыз деп бейтаныс пәйтерге шақырды ма? Тоқтаңыз, бұл жай ғана қонаққа шақыру емес, бұл заңсыз діни жиын болуы мүмкін. Неге мешіт емес пәтер, неге ашық емес жасырын? Өйткені мұндай жиындарды айтатын уағызы ешкім бақыламайды. Бүгін олар сізді жақсылыққа шақырса, ертең санаңызды улап, отбасыңыздан бездіруі мүмкін. Қазақстан заңы бойынша кез келген діни жоралғы тек ресми ғибадат үйлерінде өтуі тиіс, ал қалғандардың барлығы заңсыз. Бұндай жасырын жиындардың соңғы жақсылыққа апармайды. Жыл басынан ондаған адам жауапқа тартылды. Заңсыз жиын үшін 180 мыңнан астам айыппұл. Бұл жай ғана ақша емес, бұл сіздің таза атыңызға түскен дақ. Дін тәрбие құралы, заң бұзудың жолы емес. Сұрақ бар ма, мешітке барыңыз. Білім керек пе, ресми ұстаздардан сұраңыз. Күмәнді жиындардан іргеңізді аулақ салыңыз. Өйткені ақиқат жасырын жерде емес, ашық жерде айтылады.